сәлеметсіз бе? Каналыма қош келіпсіз. Тағдыр тәлкегіне түскен әртүрлі тағдырларды дыбыстайтын боламын. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Бұл әңгімеде ішімдікке салынған ананың жан айқайы, өкініші жазылады. Ана болып қызына қарай алмай, соңы өкінішке апарған соң ғана ес жиған ананың ішкі сырын жариялауға бел будым. Қайғылы болса да, бәлкім бір жандар үшін үлкен сабақ болар деген үміттемін. Маскүнем ана, 1 бөлім. Үйдегі ұрыс-керіс әбден қажытып жіберді. Маскүнем әкесі күнде ішіп келіп анасын сабайтын. Сондай сәттерді әкесінің бұл өмірден өліп қалуын тілейтін еді. Бірақ Аллаға да жақсы адам керек қой. Маскүнем адамның қашанда өмірі ұзақ болатыны баршамызға белгілі. Үйдегі жалғыз қыз болса да еркелеп әдемі көйлек киіп өспеді. Көзін ашқалы қатқаннан мен қара су ғана. Сабағында жақсы оқығысы келеді, бірақ мүлдем оқи алмайтын. Үйінен үнемі әкесінің бөтелкелес жолдастарынан босамай, бірі төбелес шығарып, ақыры соңы әкесі анасын ұрып соғумен аяқталатын. Сондағы әйеліне ішімдікке ақша тауып бермедің деп соққыға жығады. Ажардың балалық шағы осылай өтіп жатты. Анасын қатты жақсы көрсе де, өсе келе ренжитін. Апа, өтінемін, екеуміз басқа жақта өмір сүрейік. Әкем өзімен өзі қалсын. Қаншама рет жалынып та, жылап та айтты. Бірақ анасы, қой қызым, екінші бұндай сөз айтушы болма, ұят болады, деп қызын тыйып тастайтын. Ананың ойы күйеуден ажырасты, басқа бай іздеп кетіп қалды деген елдің өсегіне қаламын деп қорқады. Өмірде ағын су секілді сырғи ағып, ажарда мектеп бітірді. Сабақты жақсы оқымаса да, бұл үйден мәңгілікке кетемін деп қуануда. Қалада нағашы әпкесінің үйіне барып жұмыс істемекші. Жұмыс істеп, ақша тапсам, байып кетемін деп ойлаған жасару өз ойымен түрлі жоспарда құруда. Көрші келіншек ажардың сыртынан алыс туысына хабар беріп, менің көршім бар, соны алып алсаң жақсы қыз деп мақтады. Қыз деген сөзді естіген туысы ұлын ажарды алып қашуға көндірді. Ол Әділбек есімді жігіт. Отбасында бауырлары көп, жағдайлары нашарлау тұрады. Әділбек бала кезден мал бағып, малдың соңына түскен, түр әлпеті күнге күйген, қыз қарайтын мінезі де жоқ еді. Арақ ішпесе де өте ашуланшақ, қызғаншақ жігіт болатын. Сол себептен бе осы уақытқа дейін ешбір қыз жоламады. Қатарластары әлде қашан үйлі баранды болған. Өзінен 10 жас кіші ажарды көрген Әділбектің көздері жайнап кетті. Ажар десе ажарлы ақ құба келген, мүсіні де сымбатты қыз еді. Ауылда талай жігіт сөз салғанда қарамаған болатын. Ешбір жігіт жүрегіне сезім ұялата қоймады. Сумаңдаған көршісі ажардың анасын үйіне шақырып алып, Әділбекті әбден мақтады. Анасы да ойлана келе, бастысы ішпейді дегені ұнады. Көршісі де қоймай, ертең ол қыз қалаға барса, біреулер үптеп кетеді. Одан да ауылда танитын, өзіміз білетін жанға барса, үй болсын. Менікі жақсы ниет қой, деген сияқты желеулермен ажардың анасын көндірді. Арада бір күн өтпестен ажардың сыртынан аңдып жүріп алып қашты. Айқайлап жыласа да ешкім мән берер емес. Көрші ауылға да жетті. Әбден тозығы жеткен, өз үйінен де көне үйге келін боп түскеніне күйеуінің түрін көргенде шошып кетті. Қанша жерден кетемге салынса да, анасының осы үйде мәңгілікке қалып бақытты боласың деген сөздері жүрегін жаралады. Бір сәтте арманы күл талқанға айналды. Қанша түнін жылаумен өткізсе де, болар нәрсе болды. Артқа шегінер жол жоқ еді. Тағдырым осы шығар, басқа амалым бар ма, деп көндіге бастады. Тек Әділбектің ішпейтіні болмаса, мінезі тым ауыр еді. Не болса да күйеуім сыйластықпен қарауға, кішкене болса да осы жанды жақсы көруге тырысамын деген сайын кері кететін. Үйдегі өзімен жасты қайнысы қалжыңдасып, ойнаса не күлкілі әңгіме айтып, күлімдесе де Әділбек қатты қызғанатын. Сен неге оған күлесің? Ол неге сенмен ойнайды? Араларында бірдеңе бар.
бір бұтым байымдікі, бір бұтым қайнымдікі деп қазақ бекер айтты деймісің, а? Айтканы, мен жоқта онымен төсектес болып жүрген шығарсың, деп ұратынды шығарған. Үйдегі осындай ұрыс-керіс көбейіп кеткесін, енесі еншілерін беріп бөлек шығарып жіберді. Бұл Ажардың алғашқы рет таяқ жеудің бастамасы еді. Бөлек шыққан жас жұбайлардың өмірі енді реттеле бастады. Екеуі оңашада енді ғана сыйластық орнай бастаған еді. Бірақ ол да ұзағына болмады. Соңғы кезде Ажардың жүрегі айнып, мазасы болмай жүрді. Қызғаншақ күйеуі қасына ертіп алып, емханаға келген болатын. Дәрігерлердің жүктісің деген сөзі Әділбекті қуантып тастады. Сол күннен кейін Әділбек келіншегіне еш жұмыс істеткізбей, асты үстіне түсіп бәйек болды. Әрбір дәрігердің қабылдауына барған сайын күйеуі ізінен еріп жүретін. Ажар ащы тағамды көп жегендіктен бе, зәрінен көп мөлшерде белок табылып, емханаға жатуға дәрігер кеңес берген еді. Әділбек те бұл сөздерді естіп, емханаға жатуға рұқсат берді. 2-3 күннен соң УЗИге түсуге іштегі дәрігер шақырған. Сол УЗИде жатқанда Әділбек қайта-қайта звондады. Көтермесе бір жағдай болып қалар деп көтергені сол еді. УЗИға түсіріп отырған дәрігер жігітте телефоныңызды сөндіре тұрыңыз. Сол сөзді естіген Әділбектің қаны басына шапты. Ол менің әйеліме сөндір деп айтатындай кім еді? Әлде ол қатын мені алдап, емханада басқа біреуді тауып алды ма? Деген жаман ойлар қызғаныш отын одан әрі лаулай түсуде. Ажар іштегі дәрігер гинеколог жігіт екенін айтпаған болатын. Айтса мүлдем жатқызбас еді. Дереу емханаға жеткен Әділбектің көздері қызғаныштан көр соқыр болғаны белгілі еді. Тез шық сыртқа, Ажарға айқайлады. Қорқа-қорқа көпшіліктің алдында ештеңе істей алмас деген оймен шыққаны сол еді. Ештеңеге қарамаған Әділбек Ажарды көре сала тепкінің астына алды. Сен қатын мені алдап еркекпен жатыр екенсің мұнда. Мен жүре берейін саған сеніп. Тағы басқа былапыт сөздер кетіп жатыр. Емхана қызметкерлері әзер айырып алды. Қан жоса болған Ажарды дереу ота бөлмесіне апарды. Іші қатты ауырып, көзі жасымен аралас қанда жиіліп барады. Әлі де 30 аптаға жетпеген балақайды амалсыз дәрігерлер ерте өмірге әкелді. Өмірге келгенімен дене мүшелері дұрыс дами қоймаған сәби бір күнге де жетпей шетінеп кетті. Бұл Ажар үшін үлкен қайғы болды. Кейіннен ашуы басылған Әділбек қаншама рет кешірім сұраса да, бәрі кеш еді. Жалғасы келесі бөлімде. Тыңдағандарыңызға рахмет. Төменге өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер.